аудандағы білім саласының бүгінгі ахуалы қалай? Біз атқаратын жұмыс әлі көп. Неге сен алдың? Менің ең бірінші мақсатым осы білімді көтеру. Бізге не істемек керек? Ата-аналар көріп отырса ренжитін шығар. Әлбирік бағытта жұмыс істеп жатқан жұмыстарға көңіліңіз тола ма? Жетістіктер енді өте көп. Біздің ауданда, Ордабасы ауданында өзіңіздің көңіліңізден шыққан, біліммен, тәрбиесімен өзін дәлелдеген 5 мектепті атап кетіңізші. Енді дұрыс қой. Ассаламу алейкум, құрметті достар. Бүгін бізде қонақта Ордабасы ауданы адами әлеуетті дамыту бөлімінің басшысы Нұрабаева Шуға Тұрмағанбетқызы бізде бүгін қонақта. Қош келдіңіз, апай. Жақсы. Алтындай уақытыңызды бөліп келіп, арнайы шақырылуымызды қабыл алғаныңызға үлкен алғыс айтамыз. Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы. Отбасыңыз? Рахмет. Бәрекелді. Шуға апай, ең алғашқы сұрақ, жалпы енді өзіңіз бүгін өте жауапты бөлімнің басшысыз. Енді бұл жолға, бұл білім жолына қалай келдіңіз? Өзіңіз бір қысқаша таныстыра кетсеңіз. Енді өте көп бұны айтатын болсам, бірақ әрине бұл мен үшін ерекше айтып, ерекше мен жеткізем деп ойлаймын. Өйткені мен мектепте бала кезімнен осы ұстаздық болуды армандадым. Мен қазіргі мынау мектеп бітіруші түлектерге солай ойлаймын. Өзімнің басынан өткенде елестетемін. Өйткені өз мамандығын ұнатпай, өз мамандығын қаламаған мамандығы иесі ол арғай жұмыс істей алмайды деп ойлаймын. Мына мектеп қабырғасында бастауыш сыныпқа келгенде менің осы Ордабасы ауданында Қарашаш Шадғожа деген апайым болған. Шадғожаева. Шадғожаева тұғын ол кезде. Шадғожаева Қарашаш деген апайым болған. Осы апайым мектеп қабырғасында, яғни партаға бірінші кеп отырғанымнан, мен осы апайым сияқты болуды армандадым. Менің, яғни бала кездегі арманым осы болды. Одан өсе келе, мынау бұл кездегі енді уақыт басқа, мынау балдармен үйшік ойнаймыз отырып, қыз бала болып сол кезде мен мұғалім болатынмын. Өзімнің қатарындағы балдарға, немесе өзімнің отбасымдағы сіңілеріме, әпкелеріме мен мұғалім болып, мұғалім кейпінде сабақ өтетінмін. Бала кезімнен армандадым. Кейін келе бере, мына жоғары сыныптарға келген кезде, бүгін күні марқұм болып кетті, Шуға Шыңғысхан деген апайымыз болатын, химия пәнінің мұғалімі. Өте керемет ұстаз еді ол кісі. Мұны күні кешеге дейін осы Ордабасы ауданында жағындай ұстаз болды. Кәсіподақты басқарған кісі болатын. Міне осы апайымыздың сабақ беруі, кабинетке кіруі, кабинеттен шығуы, әр баламен сөйлесуі менің шынымен де жүрегіммен орын тапты. Міне мен осы арманым бойынша, яғни өзім ұстаз болдым. Енді бұл ұстаздық жолды мен 89 жылдан бастадым. Күні бүгінге дейін мұны осы Ордабасы ауданында Амангелді мектебінен бастадым ұстаз болуды. Одан 2000 жылы Шымкент қаласына көшуімізге байланысты, мұны кешегі күні 2017 жылға дейін Шымкент қаласында ұстаздық жолымды жалғастырдым. Осы 2017 жылы өзімнің туып өскен жеріме келіп, өзімнің жаңағындай еңбегімді сіңірейін, мына білім саласына деген жанашырлығымды танытайын деген мақсатты алдыма қойып, 2018 жылдың қаңтар айынан бастап, осы Ордабасы ауданындағы білім бөлімінде қызмет атқарып келемін. Тамаша, бәрекелді. Өзіңіз анасыз? Бәрекелді. Шын анамын. 2 ұл, 1 қызым бар, жолдасым бар, 9 немерем бар. О, бәрекелді. Үлкен бір отбасының ұйытқысы болған апамын деп айтамын. Тамаша, керемет, қуаныштымын. Бүгінгі өзіңіз басқарып отқан аудандағы білім саласының бүгінгі ахуалы қалай жалпы? Енді жақсы деп ойлаймын. Өйткені бүгінгі күні біздің ұстаздарға деген мемлекеттің көзқарасын барлықтарыңыз білесіздер. Ұстаздардың айлық жалақысы қазіргі
алып жатқан, ұстаздарға мына интернет желілері келіп жатқан, ұстаздардың пайдаланатын әдістемелік құралдары өте көп пайдалануға мүмкіндіктері бар. Онымен қатар мына бүгінгі күні мынау біздің ұстаздарымыз өздерінің білімдерін жетілдіру курстарына да барып жатыр. Ауданымызда мынау 5000 ұстаз болатын болса, 5000 ұстазымыздың барлығы бүгінгі таңда жаңартылған білім беру мазмұны бойынша өздерінің білімдерін жетілді. Одан бөлек мынау мектеп басшыларымыз көшбасшылық курстарын өтіп жатыр. Міне осы өздерінің жаңағы оқып алған білімдерін әрбір балаға сіңіреді деп ойлаймын. Сол себепті білім деңгейі өте жақсы деп айтуға болады. Тамаша. Енді жалпы бүгінгі таңда осы білім жүйесіне қойылып жатқан жаңа басшылар деп жаттыңыз ғой. Сол басшыларда жаңағы көшбасшылық курсынан өтуі, бұның бәрі түптеп келген кезде мемлекеттен бөлініп жатқан қаржыдан оқылып жатыр ғой. Тамаша. Демек, бұл жерде ауыз толтырып айтуға болады, мемлекетіміздің де білім саласына айтарлықтай көңіл бөліп жатқаны. Жақсы. Енді осы тұрғыда, апай, педагог мәртебесі көтеру үшін қоғамда бізге не істемек керек жалпы? Енді мен осы сұрақты жаңа ғана бір бізде де пікір сайыс болды. Мен сол жерде көбінше осы мұғалімдердің мәртебесін көтергенде біз шатастырып аламыз, ата-аналардан да көреміз. Енді әрине ол жағы да бар шығар, бірақ мен көбінше өзім ойлаймын ұстазға байланысты. Мұғалім мәртебесін көтеру біздің ұстаздардың өзінің қолында. Жаңа айттым ғой, барлық мұғалімдердің жағдайы бүгінгі таңда бар. Біздің мұғалімдеріміз соны пайдалану керек. Яғни мұғалімдер өзінің міндетін білу керек. Мұғалім өзінің алдына мақсат қою керек. Сол мақсатпен жаңағыдай мақсатты орындалуға атсалысу керек. Алайда кейбірде бір ойлаймын, осы мынау сырттан бітірген, мынау жекеменшік жоғарғы оқу орындарын бітірген мұғалімдерде бүгінгі таңда оқушылармен, ата-аналармен жүргізетін жаңағыдай педагогикалық, психологиялық жағынан аздау болып жатады. Әлсіздеу болып жатады. Соның салдарынан біздің жаңа мұғалімдердің мәртебесі, жаңағы ата-аналар сыйламайды, оқушылар сыйламайды деп айтып жатамыз. Бірақ сол өзімізден екен кінә деп ойламаймыз. Мен осы жерде айтар едім, егер де мұғалім өзінің білімін мықты білетін болса, өзі педагог болса, өзі психолог болатын болса, біз мұғалімдердің жаңағыдай төмен деңгейге түспес еді. Нағыз қадірлі мамандық болар еді. Сондықтан жалпы мұғалімдердің де білімі, өзінің осы салада тәжірибесінің көптігі, осы іске жанашырлығы өте маңызды дейсіз ғой? Мен солай деп ойлаймын. Мұғалім жаңа айттым ғой, білімді болса, өзінің сөйлейтін орнын білсе, өзі ата-анамен тіл табысатын болса, өзінің бойындағы білімін балаға берсе, мұғалімді бәрі сыйлайды. Ол сыйлы мұғалім болады. Сол себепті әсіресе осы қазіргі таңда осы мұғалімдердің сыйламауының да сәл мұғалімдерді төмен бағалайтынымызда осы біздің ұстаздардың өзінен деп ойлаймын. Өзінен деп ойлаймын. Жақсы, рахмет Шұға апай. Жалпы бүгінгі таңда ауданымызда тәрбиелік бағытта жұмыс істеліп жатқан жұмыстарға көңіліңіз тола ма жалпы? Енді бұның шегі жоқ. Шек жоқ тәрбиеде. Оған көңілім толады деп те айта алмаймын, толмайды деп те айта алмаймын. Өйткені біздің азанғы сағат 8-де мектепке баланы қабылдаймыз ба? Кешкі сағат 8-де баланы шығарамыз ба? Міне сол уақыттың бәрінде біз баламен тығыз жұмыс жүргіземіз. Баланың аты бала. Үйдегі отырған 5 баланың өзі бір дастарханда отырғанның өзіне ренжісіп қалады бір-бірімен. Бұл жерде мектепте ең азы, мысалы бір ауысымның өзінде ең аз дегенде 200 бала оқиды. Көп дегенде, мысалы үшін 1500 бала оқиды мектебіміз бар біздің бір ауысымда. Ол бала болғаннан кейін ұрсады, жаңағыдай ренжіседі, соғысады. Біріне бір қатты сөйлеп қойса, маған неге қатты сөйлейсің дейді. Әр үйдің әртүрлі мінезді баласы келеді. Сол себепті бұл тәрбиеге көңілім толады деп те айта алмаймын. Бұл тәрбие осымен бітті деп те айта алмаймын. Біз атқаратын жұмыс әлі көп. Өте көп жұмыс. Шапа, енді мына жерден бір қызық сұрақ туды да маған. Енді бала күнімізде менің жеке өзіме салатын болсаңыз, мен бірнеше ағай апайлардан аяқ тартатынмын.
ол кісі апайларымыздың мінезі қатал болатын, кейде соғып та алатын. Сонда соны естіген ата-аналарымыз сол мұғалімге келіп, неге сен ұрдың? Деп ата-анам мұғалімге келіп сөйлеген естімеген едік. Міне, ата-анамыз біздің сөзімізді сөйлемеген үшін сол мұғалімдерден аяқ тартатынбыз. Бүгінгі таңда осы көрініс бар ма өзі? Енді дұрыс қой, ол кезде ата-аналар балдарын әкеп мектепке беретін, қайта ол мектепке ата-ана келмейтін. Тек ата-аналар жиналысында ғана ата-аналар шақыратынбыз. Ол енді заман деп айта аламыз, адамның өзгеруі деп айта алатын шығармын енді ол жағынан. Бірақ жаңа менің жалғызым еді, менің тұңғышым еді, менің еркем еді деп келетін ата-аналар бар қазіргі таңда. Ол кезде әр үйдің тұңғышы болды, әр үйдің жаңағыдай еркесі болды, серкесі болды дейміз, бірақ жаңа ата-аналар келмейтін. Енді мына қоғамнан десек, әсіресе мен өзім ұстаз ретінде айтамын, мынау 85-ші жылғыдан кейінгі дүниеге келген ата-аналарымыз бар ғой, міне осы кісілердің бойында осындай қасиет бар. Неге менің баламды ұрады, неге менің балама сөйлейді деп та, мен өзім жаңағы айттым, мен Шымкент қаласында бір мектепте 10 жыл басшы болып директор болып істедім. Сонда да менің байқағаным осы, жаңағы жас ата-аналар келеді ғой. Менің баламды ұрып қойыпты, соғып қойыпты деп, сол кезде сөйлескен кезде де айтамын, енді сіздің балаңыз ұрғанды қатты бір жерін жазылап жатқан жоқ, бірақ тәртіпке бағыну керек. Мектепте келгеннен кейін мектептің тәртібі болады, үйде өзіңіздің тәртібіңіз болады. Сол себепті енді мұғалім еш уақытта жаңағы баланы қатты ұрып бір жерін сындырып, бір жерін шығарып жібермейді ғой. Ол да бір тәрбиенің бір түрі шығар деп те сөйлесеміз. Енді әртүрлі адам болғаннан кейін әртүрлі, бірақ мен айтар едім, сол біздің кездегі тәрбие жақсы екен. Мұғалімді көрсек, мұғалім көшеде келетсе, мұғалім алдан шықпайтын едік. Сол кісінің көзіне көрінбей кететін едік. Мектепте отырып ойлайтын едік, осы апайдың үйінде бала шағасы бар ма? Осы апай үйінде тамақ ішеді ме екен? Қалай кухнясында тамақ пісіреді екен деп өз басым ойлайтынмын мен. Қызығушылық болады. Ал қазіргі таңда ондай балада деген қызығушылық, олар мұғалімнің барлық өмірін біледі да, өйткені дамуымыз сол ма, қоғамның дамуы сол ма, жоқ жаңағыдай мұғалім балаларымыз күнде мына интернеттен көріп отыра ма, осы жағынан өте қиындық тудырады. Мен енді ойлаймын, сол кездегі тәрбие жақсы екен. Сол кездегі тәрбиеге қайтып келетін болсақ, сол кездегі әдіс тәсілге келетін болсақ, бәрі жақсы болады деп. Біраз нәрсе өзгереді дейсіз ғой. Жақсы, енді баяғы ата-аналар солай келетін еді ұстаздың алдына. Міне менің балам, ет сенікі, сүйегі менікі деп. Бүйтіп келетін ата-аналар бар ма бүгін? Қазір ондай ата-аналар жоқ. Қазір тек қана ата-аналар жаңағыдай мектептен мініздеп келеді ғой. Мұғалімнен мініздеп келеді. Бір шетіне жаңағыдай мен айтып кеттім, мұғалім ата-анаға өзін сыйлата білу керек шығар. Мен солай деп ойлаймын. Мұғалім өзінің бойындағы жақсы қасиетін балдарға сіңіре білсе, ата-анаға соны жеткізе білсе, олай ата-ана келмейтін шығар деп ойлаймын. Бір шетіне солда дұрыс не шығар, кемшілігім, біздің ұстаздардың кемшілігі шығар деп ойлаймын енді. Барлығын енді ата-анаға да бүйтіп қоя беруге болмайды. Енді мектеп болғаннан кейін небір мұғалімдер бар. Жақсы мұғалімдерді қарап, қазір мен өзімде таңғаламын, қандай керемет ұстаз, осындай ұстаздан қандай шәкірт шығады деп. Одан кейінгі бір мынау байқағаным, әсіресе бастауыш сыныпта берген мұғалім жақсы болса, балдар жақсы болады да, сол бастауыш сыныптың мұғаліміне сол балдардың мінезі ұқсап кетеді. Сөйлеу мәнері де ұқсап кетеді, жаңағыдай тұруы да ұқсап кетеді. Сол себепті ойлаймын, осы әсіресе бастауыштағы мұғалім мықты болатын болса, ол қыздан мықты болады. Жақсы. Енді бүгінгі таңда ата-ана мен мұғалімнің арасындағы осындай бір әдемі байланыстар, мысалға мұғалім мен ата-ана сөйлесіп жатқан кезде мынаяқта көріп отқан оқушы не бала өнеге алатындай қандай бір әдемі қарым-қатынасты қоғамға енгізе аламыз бүгін? Осы тұста не істесек болады? Бұл тұста мынау бізде мектеп қабырғасында бізде ата-аналар жиналыстары болып жатады. Осы ата-аналар жиналысында бізде мектепке ата-аналарды шақыру өте қиын. Біз егерде қоғамда
баланың тәрбиесіне қатты көңіл бөлетін болсақ, мектеп, ата-ана, бала, яғни үштік одақ болу керек бізде. Ата-ана үнемі мектеппен балдарының мысалы білімін, мінезін, бүгінгі сабақтағы жаңағыдай жағдайын біліп отыру керек деп ойлаймын. Сонда ғана біз жаңағыдай бірігіп жұмыс жүргізе аламыз. Мүлдем мектепке келмей, балдарын мектепке ғана, жаңағы мұғалімге ғана қажет деп қоятын ата-аналарымыз бар. Баласының сабағына қарамайтын, баласының киіміне қарамайтын, баласының жаңағы бүгін сабақтан барғанда қандай баға алып келгеніне қарамайтын, бүгін баласы қанша сабақтан келгеніне қарамайтын. Әсіресе менің қатты күйзелетім азанғы таңда баласының сабаққа кетіп бара жатқанда, баласының сабаққа бара жатқанын шығарып салмайтын аналар да бар бізде. Міне осыдан кейін ол баладан қандай біз тәрбие сұраймыз, қандай білім сұраймыз. Мен өзім ана ретінде айтамын, азанда баласын тұрып, шайын беріп, киіндіріп, жаңағы алып келіп, қолындағы сөмкесін көріп, сөмкесінде қанша кітап келіп бара жатқанын көріп, сөмкесіндегі жаңағы ручкасын көріп, тетрадын көріп, ата-ана баласын үйден жылы шыраймен шығарып болса, сол балада мықты көңіл пайда болады да, сол әдемі мықты көңілмен мектепке барады. Міне сонда мектепке барған кездегі оның көңілі, оған жаңағы біз берген білімі жаңағы балаға жақсы сіңеді деп ойлаймын. Міне осы біздегі қазіргі мектеп пен ата-ананың арасындағы байланыс жетіспей тұр. Осы байланысты біз күшейтуіміз керек. Мына осы кешегі мына тамыз айында біздің білім және ғылым министріміздің өзі осыған тоқталды. Асхат Қанатұлы осыған тоқталды. Біз жаңағы ата-аналармен жаңа форматта жұмыс жүргізейік. Яғни мектепке келгенде ата-анамен тек қана сенің балаңыздың жаңағыдай жаман жағын айтып, оқымайтын жағын айтпайық. Біз ата-анамен осы жақын сөйлесейік. Ата-анаға жаңағы баласының жақсы жағын көп айтайық. Сонда ата-аналар мысалы мектепке көп келетін шығар дегенде бізге осындай ұсыныс айтты. Біз бүгінгі мына осы кеше қыркүйек айымыз басталды. Біз осындай форматта ата-аналармен жиналыс өткізгенді қазіргі таңға алдыға мақсат қойып отырмыз. Мен үнемі ата-аналар жиналыстарында айтып отырамын. Мектептерде ата-аналар келіп балдардың сабағына қатыссын. Неге қатыспайды? Неге сабаққа кіріп көрмейді? Баласының егерде ата-ана келіп сабаққа келіп, жаңа бір сабақ басылатынан бір 10 минут бұрын келіп, мектеп басшысынан жаңағыдай өтініш айтып, мен бүгін осы пәлен оқушының ата-анасы едім, баламның сабағына кірсем бола ма десе, есігіміз ашық. Сабаққа кіріп, артында отырып, ол ата-ана келгеннен кейін міндетті түрде ұстаз баласынан сабақ сұрайды. Баласынан сабақ сұраған кейін баласының қаншалықты деңгейдегі сабағын дайын екендігін, баласының қанша деңгейде сабақ білетіндігін білет ата-ана. Міне сонда ата-ананың ұстазға деген көзқарасы да басқаша болады. Ата-ана кіргеннен кейін әрі мұғалімнің сабақ берген байқайды, әдіс тәсілін байқайды. Сол себепті осы жағынан бізде өте кенде қалып жатырмыз. Айтамыз, бірақ келетін ата-аналар болады, бірақ көп емес. Осыны әлде де қолға алып, осылай жұмыс жүргізіміз келеді. Дұрыс, иә. Ал енді жылдың басында отырмыз ғой, Шұға апай. Былтырғы жылды қалай қорытындыладыңыз? Қандай жетістіктеріңіз бар? Отырып мақтанатын дегеніміз болса, мақтана алсаңыз. Былтырғы жылы аудан бойынша бізді жаңағы бітіруші түлектердің бірыңғай ұлттық тест деп айтамыз. Бірақ әрине ол айтылмайды, жаңағыдай рейтинг шығармайды деп айтамыз. Одан біз енді рейтинг шығарған жоқпыз, бірақ біз енді осы мектеп қабырғасында бітіргеннен кейін сол баланың мектеп бітіргендегі алған бағасы, яғни біздің бағамыз. Ол ұстаздардың бағасы. Сол себепті біз өз арамызда бұны талдап отырамыз. Қай жерінен жаңағыдай кем жібердік, қай жерінен артық жібердік, бізге қай жағынан толықтыруымыз керек білімімізді деген сияқты біз өз арамызда саралап отырамыз. Мен енді осы жерде айтқым келеді, биылғы жылы біздің ауданымызда 1847 оқушы мектеп қабырғасын бітірді. Осы 1847 оқушының 1560-сы жоғары оқу орындарына жаңағыдай тапсырды емтихандарын. Соның ішінде
оқушымыз, 600-ге шамалы оқушы мына грант егерлері болды. Яғни бұл грант егерлері дегеніміз, оны білесіздер, қазіргі таңда яғни 4-пен 5-ке оқитын балдарымыз деп есептейміз. Бұл енді біздің осы бітіруші түлектеріміздің 75-те 8% білім сапасын көрсетті. Әрине, оны да мен мақтан деп айта алмаймын, әлде де жаңағыдай жұмыс жүргізуіміз керек. Одан бөлек бізде мынау олимпиадалар. Бұл олимпиада бүгінгі таңда рейтингке кіреді аудандардың. Осы бұл олимпиадада мынау 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші жастар облыстық олимпиадалар өтпейтін. Тек 9, 10, 11 сыныптарда өтетін. Енді биылғы жылы осы 5-ші, 6-ші сыныптардың бәрі олимпиадаға барып, олимпиада болды облыс көлемінде. Мұны осы жерде ауыз толтырып айтатынымыз, мына біздің Қараспан аумағындағы бізде Жамбыл мектебіміз бар. Міне осы Жамбыл мектебіміздің тарих пәнінен 6-шы сынып оқушымыз, яғни ер бала, бізде облыстық олимпиададан 1-ші орын алды. Ол біздің үлкен жүлдеміз. Одан бөлек ғылыми жобалар бар. Бүгінгі таңда бала тек қана біліммен емес, сонымен бір ғылыммен де айналысу керек. Яғни бала өзі бір ойлап, өмірге қажетті нәрсе құрастыру керек деп айтамыз. Бізде ауданда бұл жұмыс өте кең көлемде жұмыс жүргізіп жатырмыз. Осы ғылыми жобамен де облыс көлемінде барып, жүлделі орынды алып келген біздің балдарымыз да бар. Спорттық сайыстардан да, республикадан Шұбарсу аумағындағы ынтымақ мектебіміз, Нұрлыбек мектебіміздің ұл балдары, қыздарымыз жаңағыдай 1-ші орын алып келген жағдайларымыз бар. Жетістіктер енді өте көп, бірақ соның ішінде мен мұны үнемі айтып отырамын, соның ішінде әсіресе республика көлемінде болған жүлделер, енді ол бізге нағыз жұмысымызды саралайтын жүлде деп айтамын. Тамаша, бәрекелді. Енді Алаштың зиялысы Мағжан Жұмабаевтың керемет бір сөзі бар да, Жұмабай. Алаштың зиялылар жиналса дейді, төл мұғалімдікі дейді. Бүгінгі таңда осы құндылықты біз қаншалықты сіңдіре алдық бойымызға? Қаншалықты мұғалімдер төлде қазір? Осыған бір баға бере кетсеңіз. Енді жаңада айттым ғой, басында мемлекеттен мұғалімдерге барлық жағдай жасалынып жатыр. Мемлекет тарапынан, Аллаға шүкір болған. Ал қоғамда ше? Енді қоғамда, енді мен ата-ананың көзқарасы емес, мен өз көзқарасымен айтатын болсақ, осы қоғамда мұғалімдердің төрде отыруы әр мұғалімнің өзіне байланысты. Мен солай деп айтамын. Мен қоғамға да айтқым келмейді кінәлап, қоғамда да айтқым келмейді кінәлап. Мен өзімізден бастасақ, өзіміз ата-ананы сыйлата білсек, қоғамда өзіміздің орнымызды білсек, қоғамда бізді сыйлар еді деген мен ойлайтын келеді. Сол себепті жаңа айтам, тағы да айтам, мұғалім білімді болу керек. Мұғалім өзінің ұстаз екенін дәлелдеу керек. Мұғалімнің сыртқы келбетінің өзі мұғалімге лайықты, яғни өзін сыйлата алатын болу керек. Сонда ғана біз барлық жерге сыйлы боламыз. Енді жаңа ата-аналар жағынан айтатын болсақ, әрине енді ата-аналар көріп отырса ренжитін шығар. Енді ол да жасырын емес. Кейбір кезде мынау үйге барғанда, дастархан басында біздің кейбір ата-аналарымыз жаңағы балдарын көргенше мұғалімдер жамандап отыратын жағдайлары болады. Сенің апайың ондай еді, сенің апайың ондай еді дейді. Ол балаға қатты әсер етеді. Бала қанша демен ата-ананың айтқан сөз балаға тез сіңеді бойына, ол ондай қасиет. Баланың мұғалімге деген көзқарасы өзгереді. Осы жағынан да айтқым келеді. Әйтеуір жаңағыдай ата-ана мен мұғалім жаңағыдай мектепке жақсы қарым-қатынаста болатын болса, біздің орнымыз төрде болар еді. Бүгінгі таңда кейбір ата-аналар баласының тәрбиесін мектепке беріп қояды, бұрып қояды. Енді сіздердің кейде жиналыстарыңызға көп қатысып жатамыз ғой. Сонда кейбір мұғалімдер шылдап жатады. 24 сағат болатын болса күніне, бала мұғалімнің жанында 4-5 сағат. Қалған сағат ата-ананың жанында деп жатады.
енді осы тұста осы сіздердің осы жан айқайларыңызды қаншалықты ата-аналар түсініп жатыр бүгінгі таңда? Енді ата-аналардың барлығын қарай алмаймын мен. Ата-ананың ішінде де бар, небір ата-аналарымыз бар, бала үшін шырылдайтын ата-аналар бар. Бірақ бізде мынау ата-ана ойлайды, мен тек қана балаға тамақ тауып берсем болды. Мәселе. Тамақ әкелсем, көлегін бүтін болса, мен баланы жағандай өсіріп жатырмын, өндіріп жатырмын деп ойлайды. Бұл теріс пиғыл деп ойлаймын. Ол тамақ әкеп, киім әкеп беріп қана қоятын болсақ, онда ол баланың тәрбиесіне өзгеше әсер етеді. Сол себепті ата-ана бір мезгіл болса да балаға көңіл бөлу керек. Баланы аялау керек, аймалау керек, балаға өзінің дүниесі, жүрегіндегі жылуын беру керек. Сонда ғана, мен ойлаймын, сонда ғана біз мына қоғамда керемет балдар тәрбиелейміз деп ойлаймын. Енді біздің мынау мектепте болғаннан кейін бізде өте қиындық тудыратын осы ата-аналардың жаңа балдарға қарамауынан. Оны жасыратын жоқ. Біз мына кеш түнгі мезгілдерде, өздеріңіз де көріп жүрген шығарсыздар, біз түнгі мезгілдерде мынау мектептің оқу ісінің меңгерушілерінен, білім бөлімінің әдіскерлерінен рейдтер шығарып жатамыз. Ол рейдтерін шығарғандағы мақсатымыз түнгі мезгілде балдардың көшеде жүруі. Көшеде түнгі мезгілде жүрген бала жақсылыққа бармайтын, оны белгілі. Сол кезде біз осындай балдарды ұстаймыз. Онан кейін көшеде жүретін балдарды. Мен сонда ренжимін. Неге ата-ана баласын іздемейді? Неге ата-ана ұйықтайды, үйінде баласы жоқ болса? Не, бала бізге ғана керек па? Мен осы сұрақты, осы көп болған жоқ, осыдан бір апта бұрын мен ішкі істер қызметкерлеріне айттым. Сіздер бұдан кейін түнгі мезгілде жүрсе, бала, бізді іздемеңіздер, ата-ананы іздеңіздер. Ата-ананы шақыртыңыздар да, ата-анаға штраф төлетіңіздер. Керек па, ата-ананы қаматыңыздар. Міне, осы тірлікті біз істейтін болсақ, біздің ата-аналардың балаға деген көзқарасы өзгереді. Біз тек қана білім берушіміз. Түске дейін 4-5 сағат біздің алдымызда болады, түс қайта мысалы 5 сағат біздің қарауымызда болады, қалған уақытында ата-ананың қарауында болады. Сол себепті ата-аналар балаға қарау керек. Одан бөлек, сіздер де енді білесіздер ғой, ол нәрсені қоғам біледі. Көбінше той-думандарға барғанда, ресторандарда, кафелерде официантка болып жүрген, яғни жүрген оқушылар. Мен осыған қатты жүрегім ауырады. Әсіресе қыз балдарына. 9-шы, 10-шы, 11-шы сыныптың қыздары жүреді. Ол той болғаннан кейін өйерде ішеді. Өйерде ер жігіттер болады, ер кісілер болады. Олардың арасында мысалы сөздер болады. Немесе ішіп алған ер кісі ол жасырын емес тиіседі. Сонда ол қыз ерте есеп кетпей ме? Ол қыз ертең үйіне түнде той бітіп 11-12-де бітсе, оның жаңағы істейтін өздерінің ішінде жұмыстар бар, соны бітем дегенше 2-де 3-те барады. Сонда ол ата-ана қалай үйінде төсекте ұйықтап жатады? Міне осы жағы мені қатты алаңдатады. Оды да біз бұл бойынша да жұмыстар жүргіздік. Бұл бойынша да біз кешкі тойларға бардық. Кафе қызметкерлер, жаңа кафенің егелерімен сөйлестік. Осы нәрсеге бір шешім шығару керек деген ойда бар менде. Ондай кезде де осы жаңағыдай осы кәсіпкерлерге де штраф салу керек. Дұрыс айтасыз. Кіргізбеуге болмайды. 16 жастан асқан балдармен жұмыс жүргізсін. 16 жасқа дейін кәмелет жасына толмаған балдармен бұндай жұмыс істеуге болмайды. Міне осы бойынша да бізде мына қоғамда жұмыс жүргізіледі. Ол тек қана біздің осы Ордабасы ауданында деп айтпаймын. Ол біздің бүкіл осы Қазақстандағы мен Қазақстан дегенде мен мысалы Шымкент қаласымен өзімнің осы Ордабасы ауданында айта аламын. Өйткені өзім Шымкент қаласында тұрамын, жаңа айтып кеттім. Шымкент қаласында мен өзім жұмыс істедім. Жаңа той-думанға барамыз, сол кезде осы нәрселерді байқаймын. Осыған біздің ата-аналарымыз оң көзқараспен қараса екен. Баланың тауып келген 1000 теңге, 2000 теңгесіне қарамай, баланың келешегін ойласа екен. Деген менде үлкен осындай бір күйзелістер болады. Сонда ойлаңызшы, кафеден, жаңа тойханадан той 12-1-де бітсе, жағына жинастырады, басқа қылады, барам дегенше 3 болады.
ол бала қалай сабақ оқиды, ол бала қалай ертең азында тұрып мектепке барады. Өзіміз ойлайықшы, үлкен кісілер де үйіне 3-те барса, азында таңда тұру өзі қиын болады. Сонда сол балдардың ата-аналар үйінде болады ғой. Қалай үйінде отырады, балдарын жіберіп қойып деймін да. Осы нәрсені де біз ұстаздардың да көріп жатады. Енді ұстаз кешкі уақытысына қарамайды ғой. Бұндай ата-аналардың кейбірінің үйіне де бардық біз. Сонда өзінің жаңағыдай киіміне ақша тапсын дейді. Көрдіңіз бе? Сонда ол бала өзінің киім алу үшін, өзіне жаңағы керек зат алу үшін осындай түнгі мезгілде жұмыс істейді. Осыған да біз қоғам болып шектеу қоюымыз керек. Дұрыс айтасыз. Ол тек қана біздің ұстаздардың шырылдағаннан тоқтайтын нәрсе емес. Қоғам болып кірісетін болсақ, бұл мәселеге тоқтау істеуге болады. Негізі кәсіпкерлерге жаңа жақсы ұсыныс айттыңыз. Негізі кәсіпкерлер де ол кісілер де біледі ғой. Біледі. Оқушылар біледі, оларға төлейтін құны аз. Сол себепті оқушылар да алады. Ал негізі кәсіпкерлер өздеріне жаңағы алатын официантканы олар негізі оқыту керек. Ол официантка деген бара салып жаңағындай ешнәрсе білмейтін баланы аппаратты қояды, қасықты қайға қоятынын білмейді, жаңа тамақты қай жағынан кіргізіп қоятынын білмейді. Әйтеуір жаңағыдай ол кісілер той бітсе болды, өтсе болды деп бітсе деп ойлайды, бірақ ол жағының өзіне көңіл бөлмейді да. Сол себепті осы кәсіпкерлерге де осы шектеуді қою керек. Бұл енді бүгінгі емес, бұл мен енді өзім осы нәрсемен 10 жыл бойы айналысып келатырмын. 10 жыл бойы, бірақ тоқтам жоқ осыған. Бұл мәселені біз қоғам болып талқылап, осын бір жүйеге қою керек. Дұрыс айтасыз. Қойымыз керек осы нәрсені бір жүйеге. Рас, ол жерде түнде қайтқан қыздың мәселесі, оның тәрбиесі, ол жерде шипаған адамдар бар, қаншама көзін алартып қарайтын жігіттер болады ол жерде дегендей. Қыз баласына қиын да бұл, қыз баласына қиын бұл. Дұрыс айтасыз. Жақсы, Шығапай, енді біздің ауданда, Ордабасы ауданында өзіңіздің көңіліңізден шыққан, біліммен, тәрбиесімен өзін дәлелдеген 5 мектепті атап кетіңізші. Білсін, жалпы, қай мектептер бізде үздік асылында? Жақсы. Енді бізде қазір ауданда 68 мектеп бар. Биылғы жылына бізде 3 мектеп жаңадан қосылды. 37 мың оқушымыз бар. Жаңада айттым, мектеп болғаннан кейін, мектепте бала кіргеннен кейін, бұл мектептерде міндетті түрде жаңағыдай балдардың бір-бірімен ерекшесі, ата-ананың мектепке деген арыз шағымдары болып жатады. Ана мектепте болмады, мына мектепте болмады деп мен айта алмаймын. Бірақ менің енді өзімнің осы жерде жайттымы қызмет істеп жүргеніме 5 жылдың ішінде менің өзімнің бір ой түйгенім осы Темірлан аумағы, Төрткүл аумағы, Қараспан аумағындағы біздің мектептердің оқушылары да, ата-аналары да өте жақсы. Тамаша. Жақсы болғанда, өте жақсы деген себебім, ол жақтан бізге көп шағымдар келмейді. Өйткені мен ойлаймын, сол ауылдың өздерін тұрғылықты бұрыннан келе жатқан кісілер ма деп те ойлаймын. Мүмкін жаңағыдай өздері ағайын болғаннан кейін біріне бірі кеп араз нелерін, реніштерін айтпай ма деп ойлаймын. Бірақ мұны осы ауданымыздың өзінде, мұны күні бүгінге дейін бізде мынау осы Нұрмағамбет мектебіміз бар. Осы Нұрмағамбет мектебінен, Исмайлов мектебімізден бір ата-аналардың ортасында, не оқушылардың ортасында бір келеңсіз жайлар болған жоқ. Аллаға шүкір. Олна Темірлан мектебіміз бар бізде. Ол осы Ордабасы, яғни ауданы құрылғаннан бергі келе жатқан мектебіміз, осы Темірлан мектебіміз. Бұл мектебімізде де міне осындай ата-аналардың ортасында, балалардың ортасында ешқандай келеңсіздік бізде байқағанымыз. Енді бізде ақыры жақсы мектептерді айтып жатырмын ғой, енді қиындық тудыратын жағын айтатын болсақ, бізде мына Шұбарсу аумағында бала саны да көп. Ол аумақта бізде өте қиындық тудырады бізде. Осы аумақта. Мынау балдар үйіне шығып кетеді. Осы балдарды ақырында өзіміз іздейтін кездер болады. Мұғалімдеріміз іздейтін кездеріміз болады. Ата-аналарына барсақ, баласының шығып кеткенін білмей қалатын кездер болады. Міне, бізде де жаңағы 68 мектеп дейміз, осы 68 мектебіміздің ішінде бір
он шақты мектебімізде осындай проблемалар көп болып тұрады. Иә, қиын мәселе екен, Алла жеңілдігін берсін енді апай. Жалпы мынау Мағжан Жұмабаевтың педагогика деген кітабы бар, білесіз. Иә. Осы неде Мағжан баланың тәрбиесінде 4 мәселені өте ерекше қозғайды. Соның бірі жаңа дене тәрбиесі, екінші ақыл тәрбиесі, үшінші сұлулық тәрбиесі, және төртінші құлық тәрбиесі, мінез құлық тәрбиесі дейді. Төртінші. Бүгінгі таңда біз осының төртеуін қаншалықты қамти алдық? Біздің мектеп жүйесінде осы 4 нәрсе қамтылып жатыр ма жалпы? Иә, қамтылып жатыр. Қамтылып жатыр. Мінез тәрбиесі, жаңа айтып жатырмын. Ол барлық. Денсаулық тәрбиесі. Иә, мінез тәрбиесіне келетін болсақ, мектепте мұны педагогика, психология, яғни педагогтарымыз жұмыс істеп жатыр, психологтарымыз жұмыс істеп жатыр. Одан қала берсе, социологтарымыз жұмыс істеп жатыр. Денсаулыққа келетін болсақ, дене тәрбиесі пәні, салауатты өмір салтын қалыптастыруымыз бізде жүреді. Одан бөлек бүгінгі таңда бізде мектептерімізде логопедтеріміз де бар. Мына балдардың тіл мүкісімен. Ол мысалы ондай болған емес біздің оқыған кезімізде. Қазір бізде мысалы осы балалар мектеп қабырғасына келгенде балдармен жүргізетін мектептерімізде логопед штаттарымыз да бар. Білімге келсек, жаңа айттым, әр пәнде 45 минуттан әр кабинетте балдарға оқитын барлық мүмкіндіктер бар. Жақсы. Енді жаңа сіз ерекше атап қалдыңыз, логопед деген мамандық. Ол сіз тұрмақ мен оқығанда да болған жоқ. Шыны керек. Өйткені осы логопед деген мамандық қоғамға өте керек екен Шұғапай. Неге? Өйткені тілінде кемістігі бар оқушылар, ол бала күнінде ол түсінбегендіктен ол тұйықтық мінезі де қалыптасады. Соны аша білсе. Енді логопедтер деген қазір мына диплом барлар енді аздау болып жатыр. Бірақ біз жаңа курстан өтіп алған мамандарымыз бар. Оның арасында жаңа өз диплом бар мұғалімдеріміз бар. Балдар мектепке келгеннен кейін балдарды анықтаймыз. Анықтап алғаннан кейін уақыт қоямыз сағатпен. Балалардың сабағына қарап, жаңа сабақ кестесін дейміз ғой, расписаниясын қойып, сол уақыттарда балдармен жеке-жеке жұмыстар жүргізеді. Ол бүгінгі қоғамға керек. Біз кезімізде ол тілдің жаңағы дұрыс шықпауына да қараған жоқпыз ғой. Қазіргі кезде балдардың өркендеуімізге, өсуімізге байланысты, экономикамыздың дамуымызға байланысты біздің балдарымыз білімді, білікті, нағыз жаңағындай дене бітімі тура қалыптасқан бала тәрбиелеуіміз керек, өсіруіміз керек. Сол себепті бұл қоғамға керекті, логопед деген керекті штат деп ойлаймын. Жақсы. Осы сұхбатты пайдаланып, жалпы логопедтерді жұмысқа шақырасыз ғой? Дипломы бар. Дипломы бар логопедтерді, мықты мамандарды әсіресе жұмысқа шақырамын. Бірігіп жұмыс істейміз деп ойлаймын. Ондай кісілер болатын болса, құшақ жайып қарсы аламыз. Оның үстіне қазір биылғы жылы бізде мынау Білім және ғылым министрлігінің 57-ші бұйрығы өзгерген, мектепке ұстаздарды қабылдау. Біз қай мектепте вакансия дейміз ғой, орын босаған болса, кәдімгідей интернет желісі арқылы жариялаймыз. Сол жаңағы интернет желісін жариялағаннан кейін, сол қай кісі болса да кіріп, көріп, сол сайтты қай мектепте қандай орын бар екенін көріп, өзінің құжаттарын тапсырып, жаңағыдай конкурсқа түсуге құқылары бар. Және бүгін сол конкурспен біз ұстаздарды қабылдап жатырмыз. Ол нағыз, мен ойлаймын, ол сыбайластықтың бірінші алдын алу, екінші білімі бар мамандарға жолдың ашықтығы. Тамаша, керемет. Ешқандай білімі бар маман иесі сыртта қалып кетпейді бұл жерде. Осығанда осы 54-ші бұйрықты өзгерткенімде үлкен себеп сол болды деп ойлаймын. Сол себепті биылғы жылына біз жақсы мамандарды қабылдап жатырмыз. Мұны осы күні кеше мықты математик ержігіт келді бізге. Мынау Шымкент қаласындағы Дарын мектебінен жас жігіт, керемет есеп математик әуес мектебіне мұғалім қылып қабылдадық. Тамаша. Қайнар ауылы. Қайнар ауылында. Тамаша. Жақсы, Шұғапай. Бізге келе жатқан кезде осы сұхбатта бір осыны айтсам бір ойымды жеткізсем деген
Сонда ойлар болды ма? Болса айта кетсеңіз. Ондай ойлар көп болады. Ол бүгін сіздердің сұхбаттарыңыз емес, ол күнде осы нәрсені мен ойлаймын. Мен қалай балдардың білімін көтеремін. Бізде үлгермеуші оқушы болмаса екен. Балдардың бәрі білімді болса екен деген ой мені мазалайды. Әрине, ол енді бірден бола салмайды. Күні кеше президентіміздің өзі осы мәселені тоқталып өтті. Референдум өткенін білесіздер. Ол жерде де айтып өтті, біз балдардың білімін көтеруіміз керек. Құдайға шүкір, қазір материалдық техникалық база барлық жерде қалыпқа келіп жатыр. Балаларға жаңағыдай мектептер салынып жатыр. Қазіргінің өзінде, мысалы, ауданымызда 6 мектеп салынып жатыр. Ертең мынау 6 мектебіміз пайдалануға беріледі. Одан бөлек кешегі елбасымыздың, яғни қолдауымен осы кісінің мынау үлкен жоба іске асайын деп жатыр. Ол комфортная школа дейді. Ол комфортная школамыз жайлы мектеп қазақшасы. Бұл мектептің артықшылығы Назарбаев зияткерлік мектебі сияқты болады. Ата-аналар балдарын сондай мектепке берсе, балдарымыз сондай керемет мектепте оқыса деп осындай бағдарлама қойды. Міне осы мектепке қазіргі таңда ауданымыздан 4 мектебімізді біз кіргізіп отырмыз. Тамаша. Ішінде барлық материал-техникалық базасы 100% қамтылған. Спорт залы бар, жаңағыдай 2-ден, 3-ден. Айта кетсеңіз залы бар. Халық біле отырса. Залы бар. Үлкен ішіндегі баланың кітапханасының өзі ерекше оның. Бұл мектепте қазір бізде осы мектепке ұқсайтын, бізде Астана қаласында бір мектебіміз бар. Осы жақында ғана ол мектепті барып мен көрдім өзім. Ол мектептің кітапханасына кірсең, ана кітаптарды жаңағыдай оқуға деген құштарлығың ашылады. Еркін бала. Жаңағыдай жатам десе жатып оқиды, тұрым десе тұрып оқиды, электронды оқимын десе электронды оқиды, кітапты алып оқимын десе алып оқиды. Жаңағыдай балаға шкафта бәрі қол жетімді. Сондай керемет мен мектепті көріп келген болатынмын. Дәл сондай мектеп енді Қазақстанның барлық, енді ауылды жерлерде бұрын сонда ондай мектеп жоқ, оны жасыратын жоқ. Енді бүгінгі таңда ауылды жерлердің өзіне сондай мектептер салынсын деп мына бағдарлама ішке қосылды. Біз қазір 4 мектептің барлығын беріп қойдық. Мынау Темірланның орталығынан бізде мына Самал деген мөлтек ауданы жаңадан ашылып жатыр. Осы Самал мөлтек ауданына 1200-лық мектеп бердік сондай. Одан бөлек мына бізде Бадамда Орда деген мөлтек аудан ашылып жатыр жаңадан. Ол жерге 1500-лік мектепке бердік. Шұбарсуда жаңа айттым, бала саны өте көп. Шұбарсуға 2000 орындық бір мектепті бердік. Сонымен қоса мынау Ақбұлақ ауылына 300 орындық бір мектепті бердік. Осы 4 мектеп, яғни керемет мектептеріміз іске қосылады. Бұдан мен ойлаймын, осы сондай жағдайда болған кезде балдарымыздың өзі қызықты оқып кететін жер ары қарай. Бірақ менің ең бірінші мақсатым осы білімді көтеру. Ата-ананы мектепке тарту. Осы екі мақсат. Жақсы, рахмет. Алла жеңілдігін берсін Шұғапай. Осы ұсынған мектептеріңіздің соғылып бітіп, сол жерде жақсы оқушылардың, білімді оқушылардың, елге пайдасы бар азаматтардың шығуында еңбек етіңіз. Рахмет. Пайдасын көріңіз дейміз. Рахмет. Енді Мағжан Жұмабаевтың керемет сөзі, қазақтың қанада бір, жанада бір дейді. Көшбасшы мұғалім дейді. Сондықтан осы көшбасшылық жолында шаршамаңыз, талмаңыз. Ауданда сіз мықты болсаңыз, мұғалімдер мықты болады. Сондықтан осы мықты болуға, әрдайым шаршамауға сіз шақырамыз. Рахмет. Алтын уақытыңызды бөліп келіп бізге осылай шынайы, ешқандай жасырынсыз сұхбат бергеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Ал құрметті көрермендер, келесі сұхбатта кездескенше амандықта болайық. Қош сау болыңыздар.